Достар, видео басталмай тұрып, сілтеме астындағы Miko Pro арнасын қарап кетуіңізді сұраймын. Photoshop және монтаж туралы түсіретін бұл арна қазақи контенттегі жалғыз канал деп айтуға болады. Компьютер немесе ноутбук жоқ болса, бұл проблема емес. Ондағы видеолар кәдімгі Androidтағы қарапайым KineMaster, PixArt сияқты программалардан адам сенгісіз туындылар жасауды үйретеді. Сілтемесі астында. Үлкен планеталар немесе күн жүйесінің алыптары. Олар біз үшін 20-шы ғасырдың аяғына дейін тылсым дүниелер, тылсым объекттер болып келді. Бірақ күн жұлдызынан 20 миллиард километрге алыстап кеткен Voyager ғарыш зондтары біздің оларды танып білуге мүмкіндік береді. Бұл екі ғарыш зонды тек қана оларды ғана емес, біздің галактиканы тануға мүмкіндік бере алады. Өйткені олар жұлдыздарға саяхат жасауда. Мың 1972 жылы Apollo 17 миссиясының капсуласы жер бетіне түскен кезде аспанға адамды жіберуге болатынын көрсетіп берді. Бұл ғарыш дәуірінің алтын уақыттары еді. Ал Voyager'лер біздің жүйені артқа қалдыруға болатынын дәлелдеп берді. 1998 жылы 17 ақпанда Voyager 1 жер планетасы үшін және жалпы адамзат үшін ең алыстағы жасанды объект болып тіркелді. Сіз ойлап қараңыз, дәл осы Voyager 1 жақында ғана Плутоннан, яғни ең алыс карликті планетадан әрі асып, күн жүйесінің шекарасын артқа қалдырды. Сонымен соңғы 40 жылда бұл екі аппарат Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун сияқты алыптардың сапалы кескіндерін түсіріп, диаграмма жасап, мол ақпараттар беріп отырды. Ғалымдар және NASA басшылығы бұл үлкен жетістік деп толықтай айтуға болады. NASAның ойынша ол тек күн жүйесін артқа қалдырмайды, тіпті күнге жақын орналасқан жұлдыздарға, жүйелерге де тапан тіреуі мүмкін. Бағанадан бері Voyager 1 немесе Voyager'лер деп айтып жатырмыз. Оның себебі аспанға екі Voyager кемесі ұшырылған болатын. 1977 жылы 20 тамызда Voyager 2 жерді артқа тастады. Мақсат біреу, аспан кеңістігін зерттеу. 1986 жылы Уранға, 1989 жылдың тамызында Нептунға жақындады. Ал 1976 жылдың 5 қыркүйегінде Voyager 2-ның егізі Voyager 1 аспанға ұшырылды. Voyager 2 Voyager 1-ден бұрын ұшырылса да, Voyager 1 күн жүйесін бірінші болып артқа тастады. Өйткені Voyager 2 үшін әр газдық алыптарға соғып, олардың серіктерінен ақпарат жинау міндеттелген болатын. Ал Voyager 1 болса тек Юпитер мен Сатурнға ғана зерттеулер жүргізді. Сонымен Voyager 1 ең алыстағы спутник болып саналады. Voyager'лерден ақпараттар сигнал түрінде 17 сағатта жетеді. Ал ол сигналдарды NASA мен Калифорния технология институты бірігіп жұмыс істейтін лаборатория қабылдайды. Voyager 1 ең алыстағы спутник қана емес, сонымен бірге ең тез адам қолымен жасалған машина болып саналады. Қазіргі таңда 17 км/сек жылдамдықпен 21 миллиард километрді артқа қалдырды. Екі Voyager'лердің жылдамдықтары ауысып отырады. Оны NASAның арнайы парақшасынан қарай аласыздар. Сілтемесі төменде болады. Voyager 1 негізінен бір-ақ рет күн жүйесінен асқан жоқ. Ол бұған дейін күн жүйесінен асып, оған қайта кіріп жүрді. Бұған себеп гелиосфералық желдің күн жүйесінің шекарасындағы галактикалық желден бірде асып, бірде кемуі. Ал гелиосфера дегеніміз ол күн жүйесінің шекарасы деп айтсақ болады. Бұл Voyager'лерді құрастырушылар тағы бір нәрсеге назар аударды. Олар Voyager'лер егер жүйеден шығып кетсе, жат ғаламшарлықтармен тілдесе аламыз деп ойлады. Осы себептен де дәл қазір екі Voyager'де де алтын пластинка орнатылған. Ол пластинкаларда жер планетасы күн жүйесінде орналасқандығы туралы және күнге жақын орналасқан пульсарлар, олармен бірге басқа жұлдыздар күннен қанша арақашықтықта екенін суретпен кескіндеп берілген. Онда әр тілдегі сәлемдесулер, аудиосигналдар мен видеосигналдар, жер планетасында жан-жануарлардың дыбыстары жазылған. Алтын пластинка алюминді футлярмен қапталған. Кейбір адамдар бұл пластинка арқылы жат планеталықтарды шақырып аламыз және ондағы цивилизация біздікінен мықтырақ болса, бізге қауіп төндіруі мүмкін деп ойлайды. Бірақ пластинканы жіберген NASA және олар өз істерін жақсы біледі. Сонымен видеомыз бітті. Miko Pro арнасын тамашалап кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Skavron арнасы. Келесі видеоларда көріскенше.